Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. О, привет. Привет. Пока. Пока. Бүгін осындай ыдысқа судыр төсеп, пачуба салатын жасайтын боламыз. Рецепт түсінікті болу үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, бірден тіркеліп алыңыз. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші пачубаға керек барлық көкөністерді суға пісіріп, одан кейін осылай теркадан өткізіп аламыз. Достар, мінеки барлығын үкіштен өткізіп болдық. Селедканы да турап алдық майдалап. Енді осындай шұңғыл ыдыс алып, үстіне судырымызды төсеп аламыз. Бұл әдіспен жасаған кезде біріншіден өте тез жасалады екен, уақытты үнемдейсіз. Екіншіден жан-жақтарыңыз шашылмайды. Маған өте ұнады. Одан кейін екінші лайфхак, мынау майонездің пакетін бұрышын қайшыменен өте жіңішке қылып ағатындай қылып кесіп алсаңыздар, өте ыңғайлы екен.
Достар, әрбір қатарға тұз себуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналымнан сондай-ақ өте оңай, өте жеңіл, қарапайым рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деген жазуды бассаңыздар, менің жаңа видеоның шыққаны туралы сіздерге хабарлама келіп түсетін болады. Сөйтіп сіздер менің каналымды жоғалтып алмайсыздар. Алдымызда жаңа жыл келе жатыр. Осы пат-шуба, оливье салаттарын жаңа жылда жасаймыз. Сондықтан осы әдісті қолданып көріңіздер. Салатымыздың соңғы қатарын салып жатырмыз. Қазір үстіне тарелка қойып аударатын боламыз. Салатымыз дайын болды. Осы күйінде де ұсынуға болады. Немесе майонезді тегістеп жағып, мынандай күйде де ұсына аласыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздерден лайк, комментарий күтем. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.